Ох, сәлем родной мой дорогой, қалайсың, барлығы жақсы ма? Сенде барлығы жақсы болса, менде де бәрі жақсы десең, қалайсыңдар? Мен деген енді кішкене жүрегім ауырып қалды, себебі деген қарандар, мен деген Аюдың үйін өртеп тастадым да, мә қарандаш, Аюдың үйін өртеп тастадым да, қарандаш, Аюдың үйінен өте қатты ят болды, неме тағы мас келеді па не? Қарандаш, Аюдың үйін өртеп тастадым да, салған ят болды, қарандаш, және де жанымдағы мен деген жетелдің үйін өртеп алдым, нечайно, қараш, мына жетелден ят болды, қараш, байқұс жетел. Баша, сен не істедің, мен емді өртеп тастадың ғой, Баша бар, оны сен мен емді өртеп тастадың, жарайды, болды, қой жетел, болды, родной, қой, болды, үйіңді сап беремін, аха. Мен деген бүгін деген мен деген енді Аюға үй сап беретін боламын, енді ят болды, енді бүгін деген Аюға подарка жасайтын боламын. Мына саған подарка, Айдос, Аю деп айтамын ғой, аха. Ой, мына жаңбыр жауып кетті ғой, мә деген бүкіл настроением құртады ғой, жаңбыр жауады, қазір бар ғой, настроениемен абрака-дабрака, суф деп бар ғой, мына погодадағы мына жаңбырды тоқтатып тастамасам. Бірінші не істейміз? Бірінші Маша строительница. Бүгін деген Маша деген қазір мына үйді бірінші бұзады. Себебі деген біз деген уже мына үйді дұрыстап тұрып бәрін бұзатын боламыз. Себебі деген Аюға мынандай үй жарамайды. Мынандай үйден адамның жүрегі айниды. Аю деген қалай тұрайын деп отыр мына үйді. Сондықтан Аюдың үйін бұл айламызда мынандай керек емес нәрсесін бәрін шешеміз деп сындырамыз да, мынаның бәрін сындырдық. Болды, лишний нәрсе жоқ. Мына не салып тастаған, мына төбесіне құрсын. Немене салып тастаған, мынаның бәрін деген біз құрттамыз, анау Аюдың үйі бытшын шығарып мынаның бәрін құрттамыз. Все барлығын салдым. Қазір деген енді мына кімнің үйінде құрттамыз, мына жерден кешір енді, кім еді, аты кім еді, жетел родной аха, Безавет аха. Сенің үйіңді мына жерден құртуымыз керек, сен деген өзіңнің екінші үйің бар. Мынаның ішінде не бар екен? Мынау құртылмай ма? Құртылады, жарайды, мынаның бәрін осылай бұзамыз. Себебі деген бізге кедергі істемеу керек, бұл жетелдің үйі бізге кедергі істейді. Мен деген Аюдың үйін әдемі қылып салуым керек қой, және де оны әдемі подарка жасауым керек қой. Мә саған Аю подарка деймін, Аю мә саған подарка деймін ғой. Аю кәдімгідей қуанып, кәдімгідей жылап жіберсін да. Вот мынаның бәрін сындырып тастайық. Немене мынаның бәрі бізге керек емес. Ой, жарайды, мынаның бәрін сындырамыз. Давай, родной мой дорогой, мать дорогой. Ой. Все, вот сындырдық. Мынаның бәрін жинап аламыз. Бізге керек, бәрін жинап аламыз. Аха, қайдағы керек емес, ол бізге мынаны дікетінен жинамыз, лақтырып. Мынаны да лақтырамыз. Осы жерде кішкене жерде жата тұрыңдар. Сендер маған керек емессіңдер. Дік, төртеуді лақтырамыз. Көрінбей тұр. Лақтырдық, мынау менің үйім. Братан, что там? Мынау мысық па, ит па? Міне мынау деген бізде кім еді, аты кім еді? Мынау немене аспанда ұшып тұрған? Неме тағы да? Кет жүр. Неме тағы да? Неме? Кет бар, неме ұшып тұрсыңдар, ұшпандар, родной, мешет жетпеңдер маған. Мынау деген бізде Аюдың үйінде, Аюға қандай жасасақ екенше, Аю деген мынандай тұрмайды. Мынау неме салып тастаған құрсын? Аю сен мынандай тұрмайсың ғой, не мынандай салып тастадың? Аюдың бәрін сындырамыз. Өйткені деген Аюдың маған мына үйі мүлде ұнап тұрған жоқ, білесіңдер ме? Мына үйі маған мүлде Аюдың ұнап тұрған жоқ. Мынандай бүкіл несін сындырамыз. Қазір деген біз Аюға өте әдемі үй салып бермейміз. Енді оны әдемі дегенде енді өзіне ұнайтындай ше, мынандай үйде мне кажется ол тұрмайтын сияқты. Қалай ойлайсыңдар? Сосын деген Аюға мынандай керек емес, сразу мына жердің бәрін қазір сындырып, мына жерге бар ғой, тас жасай саламыз. Қазір тік мына жерге уже деген бізге пол құйып тастаймыз. Аха, көріп тұрғандарыңдай біз деген мына жерге пол құямыз. Мына бәрін сындырамыз. Все, сындырдық. Все, біз деген сындырдық. Міне мына жерге қазір деген біз деген мынаның бәрін уже біз деген бірінші несін қалпына келтіреміз. Қалай түсінеді? Қалпына келтіреміз. Міне біз деген ең бастысы каркасты тұрғызып алдық, стенасын тұрғызып алдық. Тез мына жерге мынаның бәрін қойып тастайық. Осылай қойып тастаймыз ба? Осылай қойымыз ба? Жарайды. Әлі осылай қойымыз. Қалай қойсақ болады екен? Осылай қоя берейік. Бізге осылай ыңғайлы. Дік. Жарайды, мынаны қоямыз. Дік. Аха, дік қойдық. Былай қоямыз. Ой. Дік. Шабамын. Дік.
байдың қызын аламын. Міне біз деген уже деген теплый пол қойып тастадық. Міне әдемі қылып. Мына үйдің көріп тұрсыңдар ма? Қалай уже әдемі жасап атқанымды. Мен уже оның үйін әдемі істеп жатырмын. Қазір братан күте тұр. Есігін ашайық. Бізге мынау керек. Алдық біз осыны. Осымен қазір деген біз деген уже әдемі үй тұрғызамыз. Қарандар. Тік дейміз. Тік. Нәжігешін келетті көрінер ма? Көтерілеміз. Ой, Санечка, снимаешь? Снимаешь? Тік. О, все, әдемі. Кас. Ой. Қара. Тік. Әдемісің даттау, көзім тоймайды. Кім болса да сейравно, сендей болмайды. Саммай ұшқа дейсің. Ошы міне болды салдық. Мынаумен аламыз да енді деген мынаны былай түзеп тастаймыз. Өйткені әдемі болу керек қой. Біз деген енді аюға подарок жасайын деп отырмыз қой. Мына саған подарок аю дейміз ғой. Сол кезде әдемі болу керек қой. Енді мынаның іші көрінер ма? Уже қалай әдемі болып қалған, көріпсіңдер ма? Қалай әдемі болып қалғанын. Енді мынаумен мына жерін біз жабамыз, көріпсіңдер ма? Былай жабамыз. Кас жабамыз осының бәрін. Погода деген не деген әдемі. Мен погода осындай әдемі погодада мен деген крышаның төбесінде аюға үй салып беріп жатырмын. Өйткені сендер алдыңғы видеода өртеме деп жазыпсыңдар. Сондықтан мен сендерді тыңдадым. Жарайды. Мынаның бәрін қоямыз. Ой, Санечка, снимайся. Қоямыз. Бұл әдемі қылып қойып тастаймыз. Көріңдер ма? Мынаның бәрін әдемі қылып қоямыз. Себебі деген не ғой? Қалай айтсам болады? Типа лол, как бы лол деген естеріңде ма? Қазір былай саламыз, қоямыз. Бұл деген крыша көрінер ма? Ой, мына погода деген қайта бұзылып кете беретін болды. Мен үй салып үлгермейтін болдым. Ят болды ғой, погода бар ғой. Пожалуйста, бұзылмаш. Погода бұзылмаш. Мен крышасын салып тастайшы, крышасын тисе жауып тастайшы. Себебі деген қазір су ағып кетіп, ішіне кәдімгідей сосын біз деген қазір ішін судан тазалап жүрмейік. Ой, Санечка, снимайся. О, все, міне деген біздің крышамыз деген өте әдемі болды. Көрдіңдер ма? Қалай әдемі болып қалғанын крышаның. Қазір жаңбыр тоқтасын. Уже деген аюдың ін ғой, аюдың үй емес қой, ін ғой, іні дайын болып қалды. Былай деген мынаның бәрін әжге дейін саламыз. Себебі деген менің ойымша жоқ, былай емес екен ғой. Ой, Санечка. Былай ғой, былай саламыз да уже деген жабамыз мына жерде. Сосын мынамен аламыз. Тік деп саламыз. Көрінер ме? Уже деген бұның үйі деген кәдімгідей жалпиып бара жатыр ғой. Нажеге. Давай. Осылай жалпитамыз. Тік салсаш, братишка. Ошым сосын былай. О! Сосын тағы да былай. Ой, тағы да былай. Яғни деген бұның үйі деген баспалдақ болады ғой, көріндер ма? Мен деген кәдімгідей басым жорстко істейді кәдімгідей. Крышасын жөндеп бердік, базар жоқ. Мына жерінен былай жабасайық, типа лол да былай. Мынамен осылай мына жерге салсамыз осылай, Ой, мынау что-то бір түрлі көрініп қалды, оны кәдімгідей жорстко бір түрлі көрініп қалды, айтыңдаршы, мынау былайша. Сосын сындап тастасақ. Вот енді әдемі көрініп қалды, кәдімгідей бас дейді ғой. Енді деген бізге мынаны мүлде алып тастау керек. Мынау бізге керек емес, вообще керек емес. Мына жерге біз деген мынаны саламыз ғой. Тік деп астына кигізе саламыз. Енді мына жаққа солай салу керек. Сонымен біз деген қазір бұның крышасын аяқтаймыз. Мен деген наконец-таки аюдың үйін салып бітті. Міне қарап тұрсаңдар. Мен аюдың үйін салып бітті. Мына панда не істеп жүр? Бұл жерге біз есік жаппаймыз. Себебі аюға есік керек емес. Мне кажется, соны керек болса өзі салып алады да. Көріп тұрсыңдар ма? Әдемі үй. Міне ішінде костер, ана жерін ашық қойдым. Түтін шығу үшін кәдімгідей. Енді бұл аюға костер ұнайды. Сосын қараңдаршы, әдемі терезе көрінер ма? Түнде айлы түнге қарап жатсын дегенім ғой. Мына жерде гүлдер қойдым. Мына жерде өзінің төсегі менің атымнан осындай. Мына саған подарка, Айдос, мына саған подарка деймін ғой, мен намеремдіш. Әдемі айтыңдаршы, әдемі ғой, дерзкий, как полярейский ғой, кәдімгі білесіңдер, деп шығып кетесің аспанға. Көріңдер ма? Әдемісің даттауы, көзім тоймайды.
кім болса да все равно сендей болмайды. На самая вышка, ең әдемі на вышка, на вышка. Әдемі ма, әдемі деңдер. Конечно же, әдемі болса комментарийға жазып өтіңдер енді. Сендермен бірге болған мен Эйман KZ, және де менің артымда әдемі панда тұр. Қарандар, әдемі панда тұр ма? Әдемі панда үшін лайктарыңды бас кетіңдер. Мен деген бұны аюға сыйлаймын, мына үйді, панданы емес үйді. Ал енді пока-пока.